Менің есімім Сейдахмет Ердәулет. Мен осы кәсіп саласында жүргеніме біраз уақыттар болды. Дәлірек айтсақ, мен жиһаз жасау саласындамын. Мен бұл мектепке қалай келдім? Q4 мектебіне қалай келдім? Қалай таптым деген сұраққа жауап берсек, кәсіп жасаған кезде ең бірінші кезекте білім мен ақша керек болды. Ал менде сол білімнің таяздығын мен біле келе, түсіне келе, бірнеше уақыттан кейін интернетте ақтарып отырып, осы кәсіпкерлік мектепті тапқан болатынмын. Тегін мастер-классына келдім. Бұл жерде басқа мектептен айырмашылығын қарап, көріп, нақтырақ айтсақ, бұл жерде сізге кішкене уақытта табыс табуды емес, үлкен мақсаттар қою арқылы, үлкен жобалар жасау арқылы сізді шынайы кәсіпкерлікке тәрбиелеуді қалыптастырады. Яғни сіз бұл жерде білім алу арқылы бірден тәжірибеге көшесіз, теориядан практикаға көшесіз, одан кейін бастап сол алған біліміңізді сіз бір айдың ішінде емес, 2 айдың ішінде емес, бүкіл ғұмырыңызға, өміріңізге қолданатын боласыз. Мен бұл бір айлық курста өзіме керекті болған білімді алдым. Нақтырақ айтсақ, бірінші идеяны пісіру, оны қораптау, упаковка жасау, одан кейінгісі командамен жұмыс жасау. Қазіргі таңда командамен жұмыс жасау деген нәрсе өте маңызды. Мен оны өзімнің бизнесімде, өзімнің саламда қолданып көрдім. Пайдасы өте керемет. Одан кейін инвестор болмаса, жаңа жоғарыда айтқандай, ақша болмаса, бизнестің жүруі екіталай. Инвестормен қалай жұмыс жасау керектігін, оларға қалай ұсыныс жасау керектігін жайлы түсіндіріп көрсетеді. Мен осы білімдерді алдым. Оны ісімде, жобамда қолданып келе жатырмын. Нәтижесі жоқ емес бар. Бұл жердің тағы да бір үлкен фишкасы ретінде мен айтарым, бұл кәсіпкерлер клубы. Сіз бұл жерге келу арқылы білім алып, сосын жоқ болып кетпейсіз. Кәсіпкерлер ортасын қалыптастырып, кәсіпкерлер клубына мүше боласыз. Біз сол қазір кәсіпкерлер клубының мүшесіміз. Егер кәсіпкер болып, сол клубтың мүшесі болып, және кәсіпкерлер ортасында жүргіңіз келсе, сол кәсіпкерлер сияқты ой санаңызды өзгерткіңіз келсе, осы мектеп сіз бен біз үшін.